Ақ қағаз бетіне қарапайым әдіспен салынған мына туындылардың авторы Бейбіт Әсемқұл. Суретші композицияларында жанына жақын ана мен отбасы тақырыбы қамтылған. Мәселен, мына туындыда Бейбіттің анасына деген ыстық ықыласын, сағынышын, сөнбес сезімін аңғаруға болады. Бейсебала шексіздік. Көрменің осылай аталуының өзінде үлкен мән мағына бар. Анасының есімімен басталып, шексіздік сөзіне сағынышпен жалғасқан. Бір жағынан өмір мен өнерге анасына деген махаббаттың шексіздігін ұғындыруға жетелеп тұрғандай. Менің жеке көрмелерім әдетте мен қазір Астанада болғандықтан сол жерде болды. Оған дейінгі Алматыдағы менің алғашқы жеке көрмем, алғашқы болып Алматыда бірінші жасап отырмын. Осы керемет мұражайда. Алматыдағы алғашқы көрмесіне көптеп жиналған өнерсүйер қауымнан ине шаншар жер болмады. Бұдан жас суретшінің бүгінгі бейнелеудегі кәсіби шығармашылық ізденістері мен өзіндік қол таңбасын аңғаруға болады. Ерекше тылсым түсі мен ішкі жан тебіренісі бейнеленген графикалық шығармалар көрерменді өзіне баурап әкетеді. Бұйырса осы көрменің жалғасы Астанада болады. Кейін біз менің арт кураторыммен шет елдерге, Германияға шығармақпыз. Сондай ой бар, мақсат бар. Болашағынан зор үміт күттіретін Бейбіт графикамен соңғы 1-2 жыл көлемінде ғана айналысқан екен. Көп ұзамай марқұм анасының өміріне тікелей байланысты ғажайып графикалық парақтар дүниеге келді. 30-дан астам шығармашылық туындылары қойылған аталмыш көрме 5 мамырға дейін өтеді. Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік музейінің есігі келем деушілерге айқара ашық.